Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үйдегі бар қарапайым заттардан жасалынатын ең оңай әрі жұмсақ болып шығатын кекстің рецептімен бөлісемін. Алдымен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, шекерімізді салып, миксердің ең жай жылдамдығымен жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің массамыз біркелікті жақсы араласқаннан соң, оның үстіне айранымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Айранның орнына сүт қолдануға болады. Сүт бөлме температурасында болуы қажет. Содан соң сұйық майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Онда 2 бөлікке бөліп салуды ұмытпаңыздар. Тұрғандарыңыздай біздің массамыз дайын болды. Дәл осы видеодағыдай қоюлықта болуы қажет. Содан соң арнайы формамызға салып, қызып тұрған печкеде 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Біздің кексіміз көтеріліп қызарғанша печкінің қақпағын ашпаған дұрыс, сонда жақсы көтеріліп шығатын болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің кексіміз дайын пісіп шықты. Менде 30 минутта пісіп дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерде де дәл осылай сәтті болып шығатынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет достар.